Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін сіздермен Қазақстан тарихтың осы уақытқа дейін өткен тақырыптар бойынша сұрақ-жауап талдау жұмысы болады. Менің аты жөнім Серікбаев Арынбай Ержанұлы. Осы Қазақстан тарих пәнінің мұғалімі болып жұмыс істеп келемін. Осы уақытқа дейін өткен тақырыптарыңыз болса, маған сұрақ қойсаңыздар болады, сол бойынша жауап беремін. Енді мына жерде Айнұр Абдыразақ деген оқушы сұрақ қойған екен. Сәлеметсіз бе аға, енді қай тақырыптан, қай сыныптан сұрақ көп келеді және қай тақырыптарға жақсы мән беру керек дейді. Ұлттық бірыңғай тестте осы 8-9 сыныптардан көбірек келеді. 8-9 сынып, осы мынау 8 класстың кітабы ол жаңа заман тарихы, ал 9 класстың кітабы ол қазіргі заман тарихы болып саналады. Одан кейін орта ғасыр мынау 7 сыныптың кітабынан да қазір кезде одан да келеді. Салыстырмалы түрде ең аз сұрақ келетін кітап ол 6 сынып, яғни ежелгі Қазақстан тарихтан салыстырмалы түрде азырақ келеді. Екеу барынша мүмкін болса максимум үшеу келеді. Одан келесі сұрақ, осы оқып жатқан кітабымыздан сұрақтар келеді ма дейді. Әрине келеді. Осы әсіресе кітаптарыңыздың артындағы кітаптарыңыздың артында тесттер бар, әрбір тақырыптың артында. Соны сіздер жаттап алсаңыздар. Өйткені бұның ішіндегі әрбір тақырыптың артындағы қайталау тесті ол ұлттық бірыңғай тесттің базасынан алынған. Сол үшін ұлттық бірыңғай тесттің, яғни ұлттық тестілеу орталығының өзі құрастырған сұрақ болғандықтан, соны жаттап алғандарыңыз абзалырақ. Сәлеметсіз бе, бізде жаңартылған бағдарламамен енді болатын болса, осы оқып жатқан сұрақтар кездеседі ме дейді. Әрине, осы оқып жатқан сұрақтар кездеседі. Бізде жаңартылған бағдарлама биыл болмайды. Жаңартылған бағдарламаның сұрақтары келесі жылы болады. Сол үшін биылғы осы 2020 жылы бітіретін 11 сыныптың түлектеріне осы Эдеконның кітабы бойынша дайындала беріңіздер. Жаңа бағдарлама келесі жылы қосылады. Биыл 2020 осы ескі бағдарламамен кетеді. Әрине, мынау екінші бөлім шығады, бірақ қай кезде екенін нақты айта алмаймын, бірақ екінші бөлім ол да онлайн сабақтар түсіріледі. Сәлеметсіз бе, Қазақстан тарихынан жылдардан шатасып кетпеу үшін қалай жаттауға болады дейді. Бұл жылдарды шатаспау үшін сіздер әрине андасында жылды қарағаннан кейін ол естен шығып кетеді. Сол үшін сіздер жылдарды бір уақытта жаттамаңыздар. Күніне бір 10, максимум 10 оқиғаның жылын жаттап алыңыздар. Бүгін 10, сол 10-ды ертең тағы қайталаңыздар. Одан кейін барып, осы 10-ды әбден жаттап болғаннан кейін, келесі тағы да 10-10-нан бөліп жаттасаңыздар оңай болады. Ал енді көп оқушылар бірден жаттаймын дейді, сонымен көп жылдарды бір уақытта жаттағандықтан естен шығып кетеді. Альмира Теміржан, сәлеметсіз бе? Қазақ хандығының құрылуына әсер еткен оқиғаларды айтып беріңізші дейді. Қазақ хандығының құрылуына әсер еткен оқиға мынау Әбілқайыр хандығындағы жаңа мемлекет ішіндегі алауыздықтар. Әбілқайыр хандығы ол негізі Ақ Орданың жалғасы. Енді Ақ Орда хандарының ұрпағы болып саналатын Керей Жәнібек. Керей Жәнібектің бұл шыққан тегі осы Ақ Орда хандарынан тараған. Ақ Орданың негізін салған ол Орда Ежен деген хан. Ол Орда Ежен Жошы ханның ол ең үлкен баласы. Сол Керей Жәнібек сұлтандар Шайбанидың тұқымы болып саналатын Әбілқайыр ханға қызмет етуден және оған бағынудан бас тартып, олардан тәуелсіздік алу үшін олар бөлініп Моғолстанның батысына қарай көшкен. Ал келесі жылы тапсырғанда сұрақтар өзгереді ме? Қазір оқып жатқанымыз дұрыс па? Келесі жылы сұрақтар өзгеруі мүмкін, бірақ осы жылы сұрақтар қатты өзгермейді. Бұл ескі бағдарлама, ескі кітаппен, биылғы сұрақтар ескі кітап, ескі бағдарламамен келеді. Бірақ енді мәтін сұрақтар 20 сұрақ. 20 сұрақтар ол мәтін болады. Сол мәтін сұрақты көбінесе хрестоматиядан, Қазақстан тарихы хрестоматиядан алады. Сол үшін хрестоматияға да дайындалғандарыңыз абзал. Кейде мәтін сұрақты оқудан ерінбеңіздер, өйткені мәтін сұрақты оқу барысында арасында кейбір сөздерден ақ жауабын байқауға болады. Кейбір мәтін сұрақтар оқу сауаттылығына қатты ұқсайды. Жауабы сол мәтіннің ішінде болады. Келесі Динара Мажит, ұбт-ның сұрақтары кімдер дайындайды? Ұлттық бірыңғай тесттің сұрақтарын ұлттық тестілеу орталығының мұғалімдері дайындайды. Ол ұлттық тестілеу орталығы Астана қаласында. Ал біздің негізгі орталық мынау қазір Алматы. Біз дайындамаймыз.
Келесі Айнұр Абдыразақ, 2021-дің түлектеріне жаңартылған бағдарлама бойынша сұрақтар келеді ме? Егер келсе, бізге жаңартылған бағдарламаның кітаптарын оқу керек па? 2021 жылғы түлектерге жаңартылған бағдарламадан келеді, ол міндетті түрде. 2018-дің кітаптары бойынша көбірек келеді 2021 жылғы түлектерге. Сол үшін 2021-дің түлектері келесі жылы жаңа бағдарлама бойынша сабақтар оқиды. Так, Марал Молдақұл, саламатсыз ба? Сіздің сабағыңыз маған қатты ұнайды, жақсы түсіндіресіз. Рахмет. Қазір біз өтіп жатқан сұрақтар ОБТ-да 100% кездесе ме дейді. Әрине, тақырыптар кездеседі міндетті түрде ОБТ-да. Бірақ оқыған тақырыпты естен шығарып болмасаңыздар болды. Енді көп өтеміз, тақырыптар өтілгеннен кейін естен шығып кетеді. Солай өкінішке орай сол адамның есте сақтау қабілетін арттырып отыру керек. Сосын Әсемай дейді, сәлеметсіз бе? Едіконның Қазақстан тарихы кітабында ОБТ-да келетін барлық сұрақтар қамтылған ба, әлде бұл тек қосымша жұмыс істеуге арналған дәптер ме? Так, Едіконның кітаптарында ұлттық бірыңғай тесттің келетін сұрақтарының бір 70-80%-дай қамтылған шамамен. Қалған 20-30%-дай ол жылда ұлттық бірыңғай тест өзі жаңа сұрақ қосады. Сол жаңа сұрақты біз қандай жаңа сұрақ қосатынын білмейміз. Ар жағы енді оқып, тақырыпты оқығаннан кейін сол тақырыпта не оқыдық, не түйдік, соған сүйеніп жаңа сұрақтарды шешулеріңізге болады. Келесі Тамирис Серікбай, қазіргі таңда Тұмар ханшайымның жерленген жері бар ма дейді. Қазіргі таңда Тұмар ханшайым жерленген жері айтылмайды. Олардың барлығы ежелгі заманның тарихы болғандықтан, ежелгі заманда көптеген патшайымдар, хандардың қайда жерленгендігі белгісіз. Керек болса, мына орта ғасырдың атақты тұлғаларының өзі жерленген жері кейбір жерлерде белгісіз. Сосын Динара Бұқан, Кеңес одағы кезінде болған Қазақстан жерінде қайшылықтарды айтып өтсеңіз дейді. Кеңес одағы кезінде Қазақстан жерінде ең бірінші 1917 жыл ақпан төңкерісінде Ресейде 304 жыл билеп келген Романовтар әулеті құлатылды тақтан. Сөйтіп, Романовтар әулеті құлағаннан кейін 1917 жыл Кеңес өкіметі күшейе бастады. Сөйтіп, Кеңес өкіметі 1918 пен 1920-ға дейін Кеңес өкіметі өзінің барлық қарсыластарымен соғысып, 1920 жылы толықтай Кеңес өкіметі жеңіске жетеді. Сөйтіп, 1920 жыл Қазақстанда Қазақ АКСР құрылады. Қазақстан Автономиялық Кеңес Социалистік Республикасы. Ал Кеңес КСРО одағы нақты 1922-де КСРО Кеңес Социалистік Республикалар одағы құрылды, 1991-де таратылды. Енді 1922-ден былай қарап Қазақстанда қандай жаман қайшылықты оқиғалар болды. Біріншіден 1927 жылы ауыл шаруашылығын ұжымдастыру деген саясат 15-ші съезде қабылданды. Сосын 1928-де аса ірі байлардың мал мүлкін тәркілейміз деген заң шығарылды. Бұл аса ірі бай шаруашылықтың мал мүлкін тәркілеу бұл Қазақстанды болашақта аштыққа ұшырату мақсатымен жасалған арнайы саясат. Содан 1928-ден бастап тәркілеу жаппай басталды, 1931-32 жылға дейін жалғасты. Сөйтіп Қазақстан 1931-ден 1933-ге дейін жаппай ашаршылыққа ұшырады. Содан біздің қазақ халқымыз 3 миллиондай халқынан айырылды. 2 миллионнан астам адам өлді, және 1 миллионға жуық адам шетелге жан-жаққа асып көшіп кетті. Ең көп көшіп кеткен елдер мына Қытай. Қытайға 600 мыңға жуық қазақ сол кезде көшіп кеткен еді. Бұл біздің Кеңес одағының кезінде болған үлкен бір зардап. Соның зардабын күні бүгінге дейін көріп келе жатырмыз. Егер осы зардап болмағанда біз Түркия елдерінде Осман империясынан кейінгі, яғни Түркиядан кейінгі халқы көп екінші ел болатын ек. Ал одан кейінгі тағы да бір келеңсіз оқиға, ол 1937-38 жылғы мына сталиндік жазалау. Қазақстанның репрессияға ұшырауы осы 1937-38 жыл қазақтың зиялы қауымдары, патриот аталарымыз, нағыз ел басқаруға лайықты тұлғаларымыздың барлығын тұқым мен үрім бұтағымен қырып жойып жіберді. Ол бір. Одан кейін 1939-да екінші дүниежүзілік соғыс басталды. Оған Қазақстан, яғни 1941 жылы Ұлы Отан соғысы басталды. Бұл да Қазақстанның халқының азаюына себепкер болды. 1941-45 жылы Ұлы Отан соғысының кезінде қаншама халқымыз Ұлы Отан соғысына қатысып, біраз халқымыз оралған жоқ, кейбіреулер жарақат болды. Сол.
Одан кейін 1954 жылы Қазақстанда тың игеру деген саясат жүргізілді. Тың игеру кезінде 1954-59 жылдары 5 жыл бойы жүргізілді. Сол кезде осы Кеңес одағының үлкен зардабының бірі Қазақстанның солтүстігін орыстандыру саясат жүргізілген. Жаңа 1954-тен 59-ға дейін Қазақстанда тың игеру үшін агрономдар, яғни ауыл шаруашылық мамандары Украинадан, Ресейден көптеп қоныс аудара бастады. Сөйтіп Қазақстанның солтүстігі тілдік ахуалы жағынан орыстанып кетті. Сөйтіп орыс мектептерінің саны көбейді. Орыс ұлтының, яғни славян ұлтының саны көбейіп, қазақ ұлтының саны азайды. Сол біз күні бүгінге дейін солтүстік аймақта тіл мәселесі үлкен проблема. Қазақ тілі солтүстік аймақта салыстырмалы түрде басқа өңірлерден қарағанда қазақ тілі ол жақта нашар дамыған. Осы Кеңес одағының бір бізге тигізген үлкен бір зардаптары. Келесі сұрақ, мына жаңа заманнан келеді дейді. Сол рас па дейді? Сұрақты толық көрмей қалдым. Әрине, жаңа заманнан да сұрақтар келеді ғой, міндетті түрде. Жаңа заман, қазіргі заманнан сұрақтар көбірек келеді. Осыған көбірек дайындалыңыздар. Сосын, яғни келесі жылы Қазақстан тарихы кітабы жаңартылған бағдарлама бойынша болады ма? Келесі жылы Қазақстан тарихы жаңартылған бағдарлама бойынша болады. Жаңартылған бағдарлама 100% өзгеріп кетті деген сөз жоқ. Бұрынғы ескі бағдарламаға ұқсастау. Кейбір жерлері ұқсас, кейбір жерлері өзгерген. Сол жаңартылған бағдарлама келесі жылы 2021 жылғы тесттерде қолданылады. Одан кейін келесі Альмира Теміржанның сұрағы бар екен. Түркістан Алашорда автономиясы не үшін құрылды? Бұл Түркістан Алашорда автономиясы естеріңізде болса 1917 жылы ақпан төңкерісінде буржуазиялық революция болды Ресейде. Сөйтіп Ресейде билеп келген монархиялық әулет Романовтар құлады. Патша үкіметі деп айтады осыны. Патша үкіметі құлағаннан кейін әрбір өңір өзі патшаға сонша жылдар бойы бағынып келген мемлекеттер тәуелсіздік алуға мүмкіндік туды деп санап, өздері жеке-жеке партия, жеке-жеке автономия құрып, патша үкіметінен бөлек өз алдарына жекелері тәуелсіз ел құруды аңсаған. Сөйтіп Түркістан автономиясы құрылды, одан кейін Алаш автономиясы құрылды. Бұның барлығы патшалы Ресейден құтылып, жеке тәуелсіздік алу мақсатында құрылған. Кейіннен бұл Түркістан автономиясына, Алаш автономиясына кеңес әскерлерінің ықпалы, кеңес күштері әсер етіп, бұл 1917-те құрылған Түркістан автономиясы 1923-те таратылып, ал 1917-те құрылған Алаш автономиясы 1920-да таратылады. Сөйтіп, елімізде осындай партиялар мен түркі халықтарының автономиялық мемлекеттері таратылып, қайтадан сол базбаяғы Ресей мемлекетінің ықпалына түседі. Содан 1991 жылға дейін біз тәуелсіздік ала алмай жүрдік. Одан кейін келесі Әсемай А деген оқушының сұрағына қарайық. Қазақстан тарихын жүйелі оқыған дұрыс па, әлде тест шешу арқылы жаттаған дұрыс па? Қазақстан тарихын негізі тестке көбірек мән берсеңіздер, тестке көп мән беріңіз. Ұлттық бірыңғай тесттің сұрағы болсын, Эдуконың сұрағы болсын, одан кейін базарда сататын жекеменшік жаңағы Жұбаныш болсын, әсіресе ұлттық бірыңғай тестке көбірек мән беріңіздер. Өйткені ұлттық бірыңғай тестті ұлттық тестілеу орталығының өзі құрастырған. Ал ертең сол мемлекет сол өзі құрастырған тестті көбірек сұрайды. Манас Зейнолов, сәлеметсіз бе, неге қазақ хандығы 300-ге бөлінді дейді. Енді бұл аңыз. Қазақ хандығының 100 деген сөз неден шыққандығы нақты ешкім айта алмайды. Өйткені біздің тарихымыздың көпшілігі мынау жоңғар шапқыншылығы кезінде біраз зиян көрді. Одан кейін кеңестік патшалы Ресейдің кезінде қаншама тарихымыз жойылып, бұрмаланып кетті. Сөйтіп, кеңес заманында да біраз тарихымыз жойылып, бұрмаланып кетті. Ал енді 100-ге келетін болсақ, аңыз бойынша қазақтың жерінде Алаш деген хан өмір сүрген. Алаша ханның кесенесі қазіргі кезде орталық Қазақстанда Қаракеңгір өзенінің жағалауында тұр. Ал Алаша ханның ордасы болса, ол Қарағанды облысының Жаңғабыл деген өзенінің жағалауында. Енді сол Алаша хан кезінде өз мынау жерін 3 аймаққа бөліп басқарған дейді. Сол өзінің 3 аңыз бойынша өзінің 3 ұлына өзінің билік еткен жерлерін бөліп берген екен, аңыз бойынша Алаш. Сонымен мынау оңтүстік шығыс аймақты осы үлкен баласы
ағарысқа, ал солтүстік шығыс орталық аймақта ортаншы баласы бекарысқа, ал батыс өңірді кішкентай ұлы жанарысқа берген дейді. Сөйтіп бұл балалары ертең Алаша хан қайтыс болғаннан кейін өзара жерге таласпау үшін осылай әркім өз жерінде жеке өмір сүрген екен. Енді Шоқан Уәлихановтың тағы бір айтқан мәліметі бар. Шоқан Уәлиханов ол қазақ жүздері, әр қазақ жүздері өзінің мал бағып жүрген, көшіп қонып жүрген аймақтарын қорғау үшін жан-жаққа бөлініп кеткен дейді. Енді кейде мынау 100 деген әскерге байланысты шыққан дейді, әрбір ру 100 әскерден шығарып отырған деген ақпараттар бар. Бұл туралы нақты біздің тарихымыз жоғалған, өкінішке орай. Келесі 10 сыныптарға қазіргі тесттермен дайындалған дұрыс па? Егер сұрақтар жаңа бағдарлама бойынша болса, 10 сыныптарда қазіргі тесттерді жаттай берсін, өйткені жаңа бағдарлама деген сөз 100% кітап өзгеріп кетпейді. Кейбір жерлер ғана өзгереді, ал кейбір ақпараттар сақталады. Мысалы айтайын, ескі бағдарламада мына сұрақ бұрыннан келе жатыр да. Моңғол империясы құрылған жыл дейді, 1206. Шыңғыс хан ел басқарған жыл дейді, 1206-1227 дейді. Қазақ хандығының құрылған жылы 1465-1466. Бұл ескі бағдарламаның сұрақтары. Ол ертең жаңа бағдарламада да осы факттер келеді. Бұл факт өзгеріп кетпейді. Жаңа кітап шыққан кезде Шыңғыс хан туған жылы 1206 емес, басқа жыл деп жазылмайды. Осы жылдар осылай сақталады. Тек кейбір факттер ғана аздап өзгереді. Сол үшін ескі бағдарламамен дайындала беріңіздер. Оның ешқандай зияндығы жоқ. Келесі. Эдуконның ОБТ сұрақтары жинақталған тест кітаптары бар ма дейді. Эдуконның ұлттық бірыңғай тест жинақталған тест кітаптары жоқ, өкінішке орай. Бірақ өткенді қайталау сынағы деген кітап жылына 2 рет шығады. Соның ішінде тест молынан беріледі. Соны біз достық білім беру орталығында оқитын оқушыларға көптеп сол оқушыларға береміз. Келесі, Қазақстан тарихынан грант бөліну үшін қанша балл алу керек? Енді бұл тарих пәні бойынша мұғалім болатын болсаңыз, ол жаңағы география мен дүниежүзі тарих таңдауыңыз керек. Шамамен 110-120 балдың аралығында жинасаңыз грантқа түсуге болады. 110 мен 120 балдың аралығы шамамен. Келесі. Бақыт Қантаева дейді, сәлеметсіз бе, 1916-17 жылғы ұлт азаттық көтерілістер туралы айтып беріңізші дейді. Бұл біз ол тақырыптарды алдағы уақытта сентябрь айында, қыркүйек айында қайтадан видео ретінде түсіреміз. Сол кезде ашып айтамыз. Қазіргі мына уақыттың тығыздығына байланысты үлгермеуіміз мүмкін. Егер үлгеріп жатсам, бүгінде қазір айтып беремін. Сосын Марал Молдақұл, ОБТ-да ең көп кездесетін 3 сұрақты айтып кетесіз бе дейді. Ұлттық бірыңғай тестен көп кездесетін. Ең көп кездесетін сұрақ деген жоқ. Сұрақ әртүрлі араласып келе береді. Ұлттық бірыңғай тестте мысалы мен көретін сұрақтың біреуі осы Қасым хан туралы көп сұрайды. Қасым хан ел басқарған жылы, одан кейін одан бөлек Қазақстанның осы 2050 бағдарламасы қай жылы шықты? Назарбаевтың жолдауы 2050 бағдарламасы 2012 жыл шыққан. Одан кейін тағы бір келетін сұрақтың бірі мынау нелерге үйсіндердің басшысы Гунмо немесе одан кейін түрік қағанаттары туралы, түрік қағанатының жаңағы ұлы дала билеушісіне айналуына әкелген оқиға, ол жужандардың толық жеңілуі, осындай сұрақтар көп келетін сұрақтардың біреуі. Келесі Тамирис Серікбай дейді, жалпы жаңартылған бағдарламада нақты қай кезеңдердегі сұрақтарға тоқталады деп ойлайсыз? Жаңартылған бағдарламада көбінесе 3 кезеңге көп тоқталады. Орта ғасыр заман тарихы, сосын жаңа заман тарихы, сосын қазіргі заман тарихы. Үшеуі де тең дәрежеде тоқталады. Салыстырмалы түрде ежелгі заман азырақ қамтылады. Сосын 8 сыныпты шолып шығыңызшы дейді. Ол қазір бәрін шолып шықсақ үйреміз бе екен? Қазір уақыт артылса шолып шығып берем. Сосын Аянұр Шериазданова, сәлеметсіз бе, Қазақ хандығының құрылу жайында қысқаша айта кетесіз бе? Қазақ хандығы 1465-1466 жылдар құрылған. Қазақ хандығының негізін қалаған ол Керей және Жәнібек сұлтандары. Бұл Керей мен Жәнібек сұлтандар екеуі де
Ақ Орда мемлекетінің тұқымдары. Ақ Орда мемлекетінің кезінде негізін салған Орда Ежен. Орда Ежен Жошы ханның үлкен баласы. Ал Жошы хан Шыңғыс ханның үлкен баласы. Яғни қазақ хандары осы Жошыдан тарайды. Былай айтқан кезде қазақ хандарының үлкен атасы ол Шыңғыс хан. Сол үшін Шыңғыс тұқымдары ғана қазақтың ханы, яғни хан бола алады. Керейдің әкесі ол Болат сұлтан, Жәнібектің әкесі Барақ сұлтан. Барақ сұлтан ол Барақ хан, ол Ақ Орданың ең соңғы ханы. Барақ хан қайтыс болғаннан кейін билік Орда Еженнен шыққан әулетке емес, Шайбаниден шыққан әулет Әбілқайыр ханның қолына өтіп кетеді. Сөйтіп Ақ Орданың орнына Әбілқайыр хандығы пайда болған. Енді осы Әбілқайыр хандығында басында бастапқыда Керей Жәнібек Әбілқайыр ханның қол астында қызметкері, соның ел басқаруға көмекшісі болып қызмет жасаған. Кейіннен бұлар 1457 жылы бөлініп, Әбілқайыр хандығынан бөлініп, Моғолстанның батыс аймағына көшіп кетеді. Сөйтіп 1458 жыл Моғолстанның батыс аймағына барып, сол жерге қазақтар ең алғашқы өздерінің ордасы Қозыбасы деген жерде ту тігіп, сол жерде Керей көшіп келген қазақ өзбек тайпаларының басшысы болып тағайындалады. Сөйтіп 1465-66 жылдары халық саны біршама артқаннан кейін, мемлекет құруға жеткілікті халық жиналғаннан кейін қазақ хандығы құрылды. Қазақ хандығының құрылғандығын осы Хайдар Дулатидің Тарихи Рашиди деген кітабында айтылған. Яғни қазақ хандығының құрылуы жайында жазылған еңбек ол Хайдар Дулатидің Тарихи Рашиди кітабы. Одан кейін келесі Ақ Орда мен қазақ хандығы тығыз байланысты бір-екі дәлел айтыңызшы дейді. Қазір ғана оны айтып өттік. Алтын Орда деген ел болған бұрын 1200 қазақ жерінде 1243 жылы Жошы ханның баласы Батый хан құрған. Сол Алтын Орда мемлекеті осы 15 ғасырдың соңына қарай 6 мемлекетке ыдырап тынады. Ол Ақ Орда, Ноғай Ордасы, екі орда, сосын Қырым хандығы, Қазан хандығы, Астрахан хандығы, Сібір хандығы. Осы алтау. Осы Алтын Ордадан ең бірінші бөлініп жеке мемлекет құрған ол Ақ Орда. Сібір хандығы, Ноғай Ордасы олар кейіннен бөлінді. Сол Ақ Орданың негізін қалаған адам ол негізі Орда Ежен. Орда Ежен Батый ханның үлкен ағасы. Бірақ Орда Еженнің кезінде Ақ Орда Алтын Орданың қарамағына бағынышты болып жүрген. Ал Ақ Орда Ұрыс ханның, яғни Орда Еженнің ұрпағы болып саналатын Ұрыс ханның кезінде тәуелсіздік алып жеке елге айналады. Сол Ұрыс ханның Тоқтақия деген үлкен баласы болған. Осы Тоқтақияның екі баласы болды. Ол біріншісі Болат, екіншісі Барақ. Сол Болаттан Керей хан туылады, ал Барақтан Жәнібек хан туылады. Осы Керей Жәнібек қазақ хандығының негізін салған адамдар. Яғни қазақ хандығын құруда ең көп рөл атқарған осы Ақ Орда тайпалары мен Ақ Орда билеушілері. Келесі Ақ Орданың мемлекеттік әкімшілік құрылысын айтып кетсеңіз дейді. Ақ Орда мемлекеті ол билеушісі хан деп айтылады. Одан кейін мемлекет басқаруға ханға көмекші болып саналатын адам ол ұлы уәзір деп айтылады. Енді мынау Алтын Ордада кәдімгі әскер басшысы бек, дәл сол Ақ Ордада бекілербек деп атайды. Ал қарапайым халықты кәдімгі қараша халық деп атай береді. Алашорда тәуелсіз ел бола алмады. Алашорда тәуелсіз ел бола алған жоқ. Ол автономия болды. Ол 1917-де автономия болып құрылды, 1920-да таратылды. 1920-да таратылуына себеп оның орнына Қазақ АКСР құрылды. Соған байланысты таратылды. Сосын Ағарыс туралы ол аңыз ба? Ағарыс ол аңыз. Біздің қазақ жерінде аңыз бойынша Алаша хан деген хан өмір сүрген. Сол Алаша ханның үш баласы, мынау үлкен баласы Ағарыс, екінші баласы Бекарыс, үшінші Жанарыс. Сол үшін қазақтар айтады, алаш деген сөзді көп қолданады. Біздің қазақ мемлекетінің арғы аңыз бойынша атасы деп есептейді. Келесі ойпаттар мен тұрақтарды қалай оңай жаттауға болады дейді. Ол ойпат тұрақтар әрбір дәуірдің өзінің тұрағын бір жаттап алыңыз. Алдымен палеолиттің тұрағын, оны біткен соң барып мезолит, сосын неолит бөліп жаттасаңыз оңай. Келесі
Тамызғазина. Осы кітаптың екінші бөлімі шығады ма? Бұл кітаптың екінші бөлімі шыққан, бар. Иә, ол осы достық білім беру орталығы, арай білім беру орталықтарында қосымша сабақ алатын оқушыларға беріліп жатыр. Келесі Алмас Батай. Рахмет. Сосын отан соғысы, Наполеон соғысы деген тақырыптар бар ма? ОБТ-да отан соғысы, Наполеон соғысы бұрын болған. Қазір ол сұрақтар келмейді. Осы 2016 жылдан бастап алып тастады. Наполеон мен отан соғысына қатысты. 2015-ге дейін келген. Келесі, сіз НТ-да неше ұпай жинадыңыз дейді. Мен ұлттық бірыңғай тестті 103 ұпай жинағам. 125 сұрақтың кезінде. Келесі, Ағынұр Мұхамедов. 2021 жылы не өзгеруі мүмкін? 2021 жылы жаңа бағдарламадан сұрақтар қосылады. Сол өзгеріс сол. Айтарлықтай бір бүкіл факттердің бәрі өшіп кетіп, орнына жаңадан факттер енгізілмейді. Бұрынғы ескі факттердің көпшілігі сақталады. Сосын Шыңғыс ханның ұлты моңғол ма дейді. Иә, Шыңғыс ханның ұлты моңғол. Оны қазақ деп жатады, басқа деп жатады. Моңғол, оны қаншама профессорлер, қаншама ғалымдар айтады. Енді Шыңғыстың тұқымдары қазақтың ханы болып саналады. Бірақ қазақтың қарапайым рулары ол моңғолдың тұқымы емес, тек хандарымыз ғана моңғолдың тұқымынан. Келесі, Қожа руы жайлы айтып беріңізші, және неге жүзге кірмейді? Біздің мемлекетте 4 ру бар, жүзге кірмейтін. Ол қожа, сосын төре, сосын төлеңгіт, сосын сунақ. Бұл жерде қожа мен төрелер ақсүйек болып саналады. Төрелер Шыңғыс ханның ұрпағы болғандықтан ақсүйек, олар билікті ұстаған адамдар. Ал қожалар, Қожа Ахмет Яссауиді білеміз, ол қожа болған. Кезінде қазақ жеріне ең алғаш 8-ші ғасырда ислам дінін алып келген арабтар. Сол арабтың қазақ жерінде дінді түсіндіремін деп түркі халықтарына дін үйрету үшін осы жерде қазақ жеріне тұрақты түрде көшіп келген арабтың дін ғұламалары соның ұрпақтарын қожа деп айтады. Олар уақыт өте келе қазақ жеріндегі тайпалармен бірігіп, олармен қыз алысып, қыз берісіп, осы жерге сіңіп кетті. Олардың тегі араб болғандықтан жүзге кірмейді. Оны ұлы жүз деп айтайын десек, қожа ұлы жүзден шықпаған, орта жүз деп айтайын десек, орта жүзден де шыққан жоқ, кіші жүз деп айтайын десек, кіші жүзден де шықпаған. Олар түркі тілдес халыққа жатпайды. Негізі арғы тегі қожа, олар арабтар болып саналады. Сол үшін біз 300-дің ешқайсына да кіргізе алмаймыз. Бірақ ақсүйек болып саналады. Қожа Ахмет Яссауиді білсек керек. Ол да дін ғұламасы. Жылдарды жаттап алып жүру міндетті ме дейді. Жылдарды жаттап алу керек, өйткені Алаш партиясы қай жылы құрылды, қай жыл таратылды, Кеңес одағы қай жылы құрылды, қай жыл таратылды, сосын жеделдету уақыты бағдарламасы қай жыл жарияланды деген жылдар, мысалы 1985 келеді, олар керек болады. Сосын 8-ші наурыз халықаралық әйелдер күні деп неге берілген тарихын айтып кетесіз бе, және бұл сұрақ ОБТ-да кездесе ме? Жоқ, бұл сұрақ ұлттық бірыңғай тестте кездеспейді. Бұл 8-ші наурыз туралы ұлттық бірыңғай тестте жоқ. Жоңғар әскерлері зеңбіректермен, мылтықпен қолданды. Иә, жоңғар әскерлері зеңбірек мылтық қолданған. Өйткені оларға зеңбірек мылтықты Ресей мемлекеті, бір деректерде жаңағыдай Қытай мемлекеті де берген болуы мүмкін. Өйткені қазақ мемлекетін жою оңай емес. Қазақ көшпенді халық. Көшпенді халықты жою өте қиын. Сол үшін екі көшпенді қазақ пен жоңғарды соғыстырып, екі көшпенділерді әлсіретіп, бұлардың бос жатқан жерлерін тартып алу мақсатымен мына Қытай мемлекеті жоңғарларға және Ресей мемлекеті қару-жарақ беріп, оларға қолдау білдіріп отырған. Неге видео сабақтарда кейбір кестелерді толықтыру видеолары жоқ, немесе кейбір тақырыптар айтылмайды? Кейбір тақырыптар, барлық тақырыптар айтылды, бірақ қысқалау айтылған болуы мүмкін. Өйткені видеода ұзақ уақыт созылып кетпесін деп біз қысқартуға тура келдік. Келесі, Елдана Мендібаева. Айқанатта болатын ОБТ мен мектептегі болатын ОБТ екеуінің айырмашылығы, және осы ОБТ-лар бөлек пе? ОБТ бөлек емес, сол айқанатта болатын ОБТ болсын, мектептегі ОБТ болсын, сол барлығы ұлттық бірыңғай тесттің базасынан алынған. Сол үшін ұқсас жақтары көп. Екі жақтың да тесттерін жаттай беріңіз. Екеуінде ұқсастық бар, ешқандай бөлек неш жоқ. Сосын Ресейдегі Қазан революциясы жайлы айтып беріңізші дейді. Оны алдағы уақытта уақыт жетсе айтамыз. Сосын Моғолстан туралы айтып кетесіз бе дейді. Моғолстан, бұл Моғолстан мемлекеті кезінде Шыңғыс ханның Шағатай деген ұлы болған. Сол Шағатай
ұлысы ыдырап кеткеннен кейін батысына Әмір Темір империясы, ал Шағатай ұлысының шығыс бөлігіне Моғолстан деген ел құрылған. Яғни Шағатай ұлысының ыдырауынан екі ел пайда болды. Біреуі Әмір Темір, екіншісі Моғолстан. Моғолстан елінің негізін қалаған осы Шағатай ханның ұрпағы Тоғлық Темір деген хан. Моғолстанның 1348 жылы Тоғлық Темір ханы болып сайланады. Сөйтіп ол ислам дінін қабылдап, Моғолстан елінде ислам дінін халыққа ұсталуға мәжбүрлейді. Сонымен ол Тоғлық Темір Моғолстан мемлекетінің күш қуатын арттырған, мемлекет құрған атақты билеуші. 1348-де құрылды. Бұл Моғолстанның алғашқы ханы. Ал Моғолстанның ең соңғы ханы Абдар-Рашид хан. Осы Абдар-Рашидке арнап Тарихи Рашиди кітабы жазылған. Тарихи Рашиди, яғни Рашидидің тарихы деген сөз. Ол Хайдар Дулати жазған, өйткені дулаттар Моғолстан елінде ел басқаруға өте көп еңбегі сіңген тайпалар. Моғолстан елінде ең абыройлы, ең үлкен тайпа ол дулаттар. Хайдар Дулати сол үшін қазақ хандығы Моғолстанның жерінде құрылды ғой бастапқыда. Есенбұға деген Моғолстанның ханы жер берді қазақтарға. Сол үшін қазақ хандығы жайлы мәліметтер осы Моғолстан тарихында да айтылған. Тарих Рашиди кітабында сол қозғалады. Келесі осы жылы Қазақстан тарихын бітіреміз дейді. Осы жылы Қазақстан тарихын біз толық біте алмаймыз. Жаңа заман мен қазіргі заман тарихы келесі жылы түсіріледі. Біз бұл жылы үлгермейміз. Тағы да осындай тікелей эфир өткізіп тұрыңыздар. Көп информация түсіндік. Есімде қалды, рахмет. Берік Жұбановтың кітабымен дайындалған дұрыс па? Жалпы ол кітаптан енді сұрақтар келемі? Берік Жұбановтың кітабы да жақсы, онымен дайындалсаңыздар өте жақсы. ОБТ-да келеді. Сосын Дарина Бұқан желтоқсан оқиғасы жайында айтып өтсеңіз, себептері мен мақсаты дегендей. Бұны да келесі сабаққа қалдырмасақ, қазір астында көп сұрақ бар, соны түсіндіріп өтсек. Сосын ОБТ-ға тарихтан бәрін басынан оқып дайындалған жақсы ма, әлде тест жаттап па? Негізі тест талдап оқығандарыңыз көбірек жақсы. Сосын жылдарды жаттасаңыз, сосын тесттерді көбірек жаттасаңыз, бұның пайдасы көбірек. Ал егер жаңа сұрақтар кеп қалған жайда қалай табам десеңіздер, онда кітап оқу керек. Келесі Балнұр Қайратовна, ОБТ-ға тарихтан бәрін басынан оқып дайындалған. Оны оқыдық. Қазіргі кезде ОБТ-да Тоқаев туралы сұрақтар келе ме? Жоқ, қазір Тоқаев туралы сұрақтар келмейді. Кейін жаңа бағдарламада келетін болмаса, биылғы ескі бағдарлама бойынша келмейді. Сосын Қазақстан тарихында картамен жұмыс істеген маңызды ма? Әрине, картамен жұмыс істеген маңыздылау. Өйткені картамен көрген кезде бала жақсырақ түсінеді, сонда өз-өзін сезіне алады. Қай жерлерде соғыс болды, көз алдына елестете алады. Егер картасыз жай ғана жайықтың жоғарғы ағысы, сырдың төменгі ағысы, орта ағысы деп айта берсек, кейбір картаға әлсіз оқушылар оны сезіне алмайды да. Ал картамен көрсек, ұзақтау есінде қалады. Ұзақ еске сақтау үшін қазақ айтады ғой, жаңа 1000 рет естігеннен бір көрген артық дейді. Картамен көріп түсінген жақсырақ. Келесі жақсы түсіндіріп жатыр, дауысырға жағымды рахмет. ОБТ-да 6 сыныптан ең көп қай тақырыптар келеді? ОБТ-да 6 сыныптан ең көп келеді деп айта алмаймыз. Өйткені темір дәуірінен де келеді, тас дәуірінен де келіп жатыр, араласып, энелит тақырыбынан да келеді, сақтардан, үйсіндерден бәрінен келеді. Араласып келе береді. Елбасы жайында сұрақтар келе ме? Әрине, елбасы жайында сұрақтар келеді. Біздің Назарбаев, біздің тұңғыш президент, ол туралы елбасы 2050 бағдарламасын қай жылы жариялады, немесе елбасының 2030 жолдауы қай жылы жолданды деген сұрақтар бар. Сосын біздің елбасы туралы тағы да бір сұрақтың бірі, 1995 жылы біздің президент, осы елбасы тұңғыш Назарбаевтың өкілеттілігін 2000 жылға дейін ұзарту туралы референдум шешімі қай жылы қабылданды дейді. 1995 жыл референдумның шешімі бойынша елбасының өкілеттілік мерзімі 2000 жылға дейін ұзартылған. Келесі. Достық арнайы оқыту орны жайлы толығырақ айтып кетсеңіз, 11 сыныпта сол жаққа барып дайындала аламыз ба? Шымкентте бар ма достық? Әрине, Шымкентте бар. Қазыбек би көшесінің бойында 57-ші ғимарат. Инстаграмдарда бар. Достықтың қай қалада тұрсаңыздар, сол қалада әрбір қаланың достығының инстаграмы бар. Достық, мысалы Шымкент, достық, Астана деп жазсаңыздар шығады. Ол жерде номерлерде жазылған, звондап сұрасаңыздар болады. Әрине, оқи аласыздар келесі жылы.
Сосын Альмира Теміржан түрік қағанаты мен бүгінгі түркі әлемін салыстырып беріңізші дейді. Түрік қағанаты ол кезінде бір тұтас мемлекет болды. Оның құрамында 30-ға жуық тайпа болды. Қазіргі түрік әлемі ол қазір бір тұтас ел емес. Қазір әр түркі ел бөлек-бөлек, өзбек бөлек, қырғыз бөлек, қазақ бөлек, Түркия бөлек, Әзербайжан бөлек, Түркменстан бөлек. Сондай бұрынғы түркі халқы мен қазіргі түркі халқының айырмашылықтары өте үлкен. Сосын ноғайлы рулары туралы толық мәлімет айта аласыз ба дейді. Ноғай деген ол кезінде адамның атымен шыққан, Алтын Орда мемлекетінде Ноғай деген атақты әскери қолбасшы болған. Ол Батый ханмен 1236-да 42 жылдары Европаны жаулау соғыстарына қатысқан. Батый хан сол ерлігіне бола Ноғайдың ерлік үлкен істеріне сыйлық ретінде Еділ мен Жайықтың арасынан жер береді. Сол Еділ мен Жайықтың арасында ол кезде түркі тілдес Маңғыт деген тайпалар өмір сүрген. Сол Маңғыт халқы кейіннен Ноғайға тиісті болғандықтан Еділ мен Жайықтың арасы Ноғайлы елі деп те аталып кеткен. Сөйтіп сол үшін Ноғайлы деген сөз осы Еділ мен Жайық арасындағы Ноғайға тиісті жердің атымен Ноғайлы жері деп аталып кетті. Кейіннен бұл Ноғай мемлекеті Алтын Орда мемлекеті әлсірей бастаған кезде өзара жеке-дара тәуелсіз ел болып бөлініп шығады. Ноғай мемлекетінің негізін қалаған осы Едігенің Ноғай деген қолбасшының ұрпағы Едіге, сол Едігенің лауазымы Бехлербек болған, сол Ноғай мемлекетінің негізін қалаған. Ал Ноғай мемлекетін Алтын Ордадан бөліп жеке тәуелсіздік алып берген Нұрадин. Яғни Нұрадиннің кезінде Ноғай елі Алтын Ордадан толықтай бөлініп шығады. Нұрадиннің ел басқарған жылы 1426-1440. Кейіннен Ноғай мемлекеті 16 ғасырда әлсіреп, бір бөлігі Ресейге, бір бөлігі Қазақ хандығына қосылып, жалпы Ноғай мемлекетін Ресей мен Қазақ хандығы басы болады. Сөйтіп, Ресей мен Қазақ арасында тұңғыш рет Ноғай мемлекетінің жойылуына байланысты тұңғыш рет шекара пайда болады. Келесі түрік қағанаты жайлы айтып беріңізші дейді. Түрік қағанаты 552-де құрылды, 603-те ыдырады. Түрік қағанатының негізін қалаған ол Бумын қаған. Ол Бумын қаған 1552 жылы Жужан деген мемлекетпен соғысып, түріктерге тәуелсіздік әперіп мемлекет құрды. Сол үшін Бумын қағанға түркі халқы оны Елхан деген атақ береді. Кейін Бумын қаған өлгеннен кейін оның орнына баласы Қараеске, сосын Қараескеден кейін Қараескенің інісі Мұқан қаған, сосын Бумынның інісі Иштеми қағандар билік етеді. Кейін 603 жыл бұл түрік қағанаты ыдырайды, яғни батыс түрік, шығыс түрік қағандықтарына бөлініп кетеді. Сәлеметсіз бе? 2 мәрте Кеңес одағының батыр атағын алған кімдер, ол жайлы айтып беріңізші дейді. Енді аттарын атап кете салайын. Ол бірінші қазақстандық батырлар Ұлы Отан соғысы кезінде 2 рет батыр атағын алған. Ол біріншісі Павлов, екіншісі Луганский, сосын Талғат Бигелдинов, сосын Леонид Беда. Осы 4 кісі 2 рет батыр атағын алған. Енді бір ұқсастығы төртеуі де ұшқыш. Бізде сол ұшқыштар ғана 2 рет батыр атағын алған. Сосын ғұндардың астанасы қалай аталады? Өкінішке орай ғұн мемлекетінің ордасы, астанасы жайлы тарихта мәлімет жоқ. Сол үшін оның астанасы туралы айтылмайды. Шығыс түрік қағанатының астанасы жоқ. Осындай астанасы, ордасы тарихта айтылмаған. Енді бұлар бір жағынан көшпенді болды, сол үшін олар қамал қорған тұрғызбаған арнайы. Келесі тарих пәні бойынша жаңартылған бағдарлама қандай өзгерістер енуі мүмкін? Тарих пәні бойынша жаңартылған бағдарламаға Алтын Орда тақырыбын мысалы алып қарайтын болсақ, кейбір аты айтылмай қалған хандар, солар жайлы келеді. Сосын мысалы Қазақ хандығының өзінде мысалы жаңартылған бағдарламада мен көрдім. Қасым хан бұрынғы ескі бағдарламада Қасым хан өлгеннен кейін 1518 жылы. Одан кейін қандай хандар билік етті рет-ретімен кейбір хандарды тастап кеткен. Ал қазіргі жаңа бағдарламада Қасым хан өлгеннен кейін оның баласы Мамаш хан, сосын барып Тахир, Бидаш хан, олардың әрқайсысының билік еткен жылдары жеке-жеке жазылған. Сол жаңа бағдарламаға енді келесі жылы біздің тәуелсіз Қазақстан жайлы елбасының жолдаулары туралы көбірек мәліметтер қосылады. Келесі сұрақ Қазақ КСР жайында айта кетсеңіз. Бір рет жауап беріп кете салайын. Қазақ КСР 1920-да құрылды, 1936-ға дейін Қазақ КСР деп аталды. Қазақ КСР-ның
үш астанасы бар. Біріншісі Орынбор 1920-24 жылға дейін астана болды. Сосын 1924 пен 1929 арасы Қызылорда Қазақ АКСР-ның астанасы болды. 1929-дан 1997-ге дейін Алматы. Енді Қазақ АКСР 1936-да өзінің атын өзгертіп, Қазақ КСР деп өзгертілді. Қазақ КСР 1936-дан сол 1991-ге дейін осылай аталып келді. Ал КСРО 1922-де құрылды. 1991-де тамыз айында ТЖМК төңкерісінен кейін таратыла бастады, жаппай. КСРО толығымен 1991 25 желтоқсан күні өзінің жұмысын тоқтатты. ОБТ-да қай сыныптан сұрақтар көптеп кездеседі? ОБТ-да сұрақтар орта ғасыр, сосын жаңа заман тарихы, сосын қазіргі заман тарихтарынан көбірек келеді. Салыстырмалы түрде ежелгі заман тарихынан 2 сұрақ қана келеді, қалған 18 сұрақ сол орта, жаңа, сосын қазіргі заман тарихтарынан келеді. Сосын жоңғар шақмашылығы жайлы қысқаша айтып кетсеңіз дейді. Жоңғар хандығы 1635-те құрылды. Оның негізін қалаған Батыр Қоңтайшы деген адам. Жоңғар хандығы ол 3 түрлі тайпадан құралған. Негізгі 3 ірі тайпасы бар. Ол біріншісі Қалмақ, екіншісі Ойрат тайпасы, сосын жоңғар. Осының ішінде жоңғарлардың саны көп болғандықтан мемлекет жоңғар хандығы деп аталып кеткен. Бұл жоңғарлар кезінде Шыңғыс ханның сол ғана әскері жоңғар қанаты деп аталған, сол моңғолдардан қалған ұрпақ. Бұл жоңғар мемлекеті біздің қазақ жеріне Тәуке ханның кезінде, Тәуке ханның әкесі Жәңгір ханның кезінде көбірек шабуыл жасаған. Жалпы 100 жылдан астам жоңғар мен қазақ соғысқан. Жоңғар хандығын 1757 жылы 1758 жылдары Цин империясы, яғни Қытай мемлекеті Тасталханын шығарады. Сонымен 1758-ден бастап жоңғар деген мемлекет тарихтан жойылған. Оның орнына Қытай мемлекеті 1761 жыл Синьцзян, яғни Шыңжаң қазақша мағынасы ол жаңа шекара дегенді білдіреді. Сондай Шыңжаң провинциясын құрды. Келесі Моғолстан мен Монғолия екі түрлі мемлекет пе? Моғолстан мен Монғолия дұрыс, екі түрлі мемлекет. Моғолстан ол оның негізін қалаған Тоғылық Темір, ал Моңғол империясының негізін қалған Шыңғыс хан. Екеуі екі бөлек. Сосын Түркістаннан сәлем, Сәуле Ешімқұловна басқарған топ оқушылар сабақтар қалдырмаймыз. Рахмет. Кітаппен дайындалған дұрыс па әлде талапкерден бе? Қайсысымен дайындалған тиімдірек? Көбірек талапкерге мән беріңіздер, тестке көбірек мән беріңіздер. Кітапқа да көңіл аударғандарыңыз дұрыс, бірақ тестке көбірек. Сол тиімдірек. Өйткені тестте 20 сұрақ болса, 20 түрлі тақырыптан келеді. Сіз яғни 20 түрлі тақырыптардан әрқайсынан болсын, 1-2 сұрақ болсын үйрене бересіз. Ал күніне тек кітап бойынша дайындалсаңыз, мысалы, бір тақырыпты, сіз бүгін бір ғана тақырыпты білесіз болды. Ал тест талдасаңыз, мысалы 5 вариант талдасаңыз, 100 сұрақ. 100 сұрақтың ішінде өткен, өтпеген, жаңа заман, қазіргі заман тарихынан да аралас сұрақтар келеді. Сіз оларды да үйрене бересіз. Сонда жедел түрде үйрене бастайсыз. Келесі, Орынбор қаласы Ресей құрамына кірді ма? Әрине, Орынбор қаласы қазір Ресейдің құрамында. Ол Орынбор 1920 мен 1924 жылдар арасында Қазақ АКСР-ның астанасы болған. Қазір өкінішке орай Ресей Федерациясының құрамында. Келесі, енгізілген жаңа сұрақтар көбінесе қазіргі болып жатқан қандай елеулі оқиғалардан алынады? Енгізілген жаңа сұрақтар жаңа заман мен қазіргі замандардан көбірек алынады. Жаңа заман тарихы мен қазіргі заман. Әсіресе қазіргі заманда мынау КСРО кезіндегі Қазақстан, сосын тәуелсіздік алғаннан кейінгі елбасының басқару кезіндегі Қазақстан жайлы көбірек сұрақтар алынады. Келесі сұрақ. Бесеудің хатында тарихи оқиға. Бұл Бесеудің хаты Қазақстан жеріндегі ашаршылық жайлы айтылған. Ол Бесеудің хатын Голощекинге жазған. Ал бұл Голощекинге қазақ халқының ауылды аймақтарда халықтардың аштан аш қырылып жатқандығы жайлы жазылған. Бірақ оны Голощекин сол кезде көрсе де көрмегенге алып, қазақ мемлекетінің қырылып кетуін іштей қалап отырған. Сөйтіп қазақ халқын аштықтан сақтап қалу үшін ешқандай тиісті іс-шара көрмей, олар қазақ мемлекетін әлсірету үшін барынша осындай саясаттар жүргізіп отырған. Келесі, Жұбанышевтың кітабынан басқа тағы қандай кітапты ұсынасыз дейді. Жұбанышевтың кітабынан басқа осы наурыз, кешіріңіздер, қаңтар айында, сосын былтырғы
2020-да 2019-да шыққан ұлттық бірыңғай тесттердің сұрағын көбірек ұсынамын. Ол тесттер әсіресе мынау жинақ ретінде Жұбанышевтың кітаптарында сұрақ жауап ретінде берілген. Мынау базарларда, кейбір базарда байқаймын, осы тесттер сатылып жатады. Сол тесттерді сатып алсаңыз, талапкерді сатып алыңыз. Қожару кімнен тараған? Оны басында түсіндіріп кеттік. Қожалар арабтардан тараған. Қожа Ахмет Яссауи, шыққан тегі араб. Олар дін үйрету үшін келген кезіндегі мұсылман арабтардың ұрпақтары. Қарақытайлардың жетісуға қоныс аудару себебі неде дейді. Қарақытайлардың жетісуға қоныс аудару себебі бұл екі түрлі себеппен түсіндіріледі. Біріншісі, Қарақытайдың бұрынғы мемлекеті Ляо деген империя. Ляо империясын бір деректерде негізі Ляо империясын, Цин империясыны Қытайлар, Ляо империясын Қытайлар жаулап алған. Олар жерден айырылғаннан кейін Ляо империясы сол Қытайлардан қашып, мынау қазақ жеріне жетісуға қоныс аударған. Бұл бірінші. Ал екінші себебі бар, бұл Ляо империясын түркі халықтары құлатқан дейді. Түркі халықтары Монғолия жеріндегі түркі халықтары құлатқан, содан Ляо империясы құлап, оның халқы жетісуға жерінен айырылғаннан кейін қоныс аударған екен. Енді бұл жерде екі халық Қарақытай мемлекетін құлатты деп айтады. Біреуі түркі халықтары, екіншісі Қытайлар деп айтады. Осы екі түрлі мәлімет бар. Олар жерінен айырылғандықтан қазақ жеріне көшіп келді. Ал қазақ жері дәл сол кезде 13 ғасырдың басында мынау Қарахан мемлекетінің кезі оңтүстік шығыс, яғни Жетісу аймағында Қарахан елі болған. Қарахан елі сол 13 ғасырдың басында өздері екіге бөлініп, батыс Қарахан, шығыс Қарахан деп әлсіреп, бірліктері әлсіреп жатқан кездер. Сол үшін олар Қарақытайларға төтеп беретін күштері болған жоқ. Әлихан Бөкейхан неге Мәскеуге жіберілді? Өйткені Әлихан Бөкейханов Мәскеуге жіберді дұрыс, оның қазір жерленген жері сол Мәскеу. Өйткені ол қазақ жерінде жүрсе, ол өзінің қазақ зиялыларымен бас қосып, Мәскеуден алыс жүрсе, ол өзі партия құрып, яғни кеңес мемлекеті үшін өте қауіпті адам деп саналған. Сол үшін оны кеңес партиясы әрқашан бақылауында ұстап отыру үшін оны өздеріне жақын жерге, Мәскеуге шақырып, сол жерде ұстап отыруға мәжбүр болды. Сәлеметсіз бе, қазақ хандығының құрылу жайлы айтып кетсеңіз дейді. Бұны алдағы уақытта айтқанбыз. Қазақ хандығы 1465-66 жылы құрылды. Оны құрған Керей Жәнібек. Керей Жәнібек ол Ақ Орда мемлекетінің ұрпақтары. Яғни Ақ Орданы құрған ол Орда Ежен. Орда Ежен ол Жошының үлкен баласы. Жошы Шыңғысханның үлкен баласы. Сосын саламатсыз ба? Даталарды жаттаудың жеңілірек жолы бар ма? Өзіңіз қалай жаттаған едіңіз? Даталарды жаттаудың жеңіл жолы, оны жиі бір аптадай қайталасаңыз, жаңағы күніне бір 10 дата жаттасаңыз, немесе былай істесеңіз болады. Кәдімгі сіздер талдап жүрген тесттің даталарын арнайы бір блокнот арнап, соған жазыңыздар, ерінбей. Ары кетсе бір 50, мүмкін 100 дата жазып шығасыздар. Сол айналып, сол 50 дата шамамен айналып келе береді. Соны жеке жазып алыңыздар. Жазған кезде бір есте қалады, жазғаныңызды бір оқыған кезде тағы да есте қалады. Тағы қандай кітаппен дайындалуға болады? Тағы бұдан бөлек мектеп кітабымен көбірек дайындалған дұрыстау. Білмеген сұрақтарыңыз болса, жаңа бір ұбт тесттерін талдаңыздар. Егер білмей қалған сұрақтарыңыз болса, соны мектеп кітабынан іздеңіздер. Яғни қиналып ізденіп тапқан сұрақ ешқашан естен шықпайды. Өйткені сіз оны қиналдыңыз, ол сұрақ қанша уақытыңыз кетіп тапқаннан кейін ол сұрақты ешқашан ұмытпайтын боласыз. Келесі ұбт-да 10 сыныптарға ескі бағдарлама бойынша сұрақтар келе ме, әлде жаңа бағдарлама? 10 сыныптарға келесі жылы 11 сынып болады, сол кезде жаңа бағдарламаның сұрақтары араласып келеді. Егер видео сабақтар және кітаптар бойынша дайындалып жатсақ, келесі жылы достық оқу орталығына барудың пайдасы болады ма? Достық оқу орталығына пайдасы бар. Бұл сабақтан бөлек жаңа мұғалімге еркін түрде сұрақ қоя аласыз, ол жерге барып. Енді видеода еркін түрде сұрақ қоя алмайсыз, өкінішке орай. Ішіңізде қойғыңыз келген сұрақ қалып кетеді. Сол үшін мынау экраннан сабақ түсінгенше жаңа тірідей барып қатысқан әрине артығырақ. Математикада сауаттылық болсын, сіздерге керек. Қазақстан тарихы, дүниежүзі тарихы болсын, тірідей тыңдағандарыңыз абзалырақ әрине.
осыдан кейін сіз кейін де тікелей эфирге шығасыздар ма? Әрине шығамыз, Құдай қаласа. Келесі жылы осы сентябрь қыркүйек айында біз тағы да видео ролик түсіреміз. Сол кезде сабақтар түсіндіретін боламыз. Қазақстан тарихы бойынша жаңартылған бағдарламаның желісі қандай Қазақстан тарихы бойынша жаңартылған бағдарламаның желісі бойынша қандай қосымша кітаптармен дайындалса болады? Негізі ешқандай қосымша кітап керегі жоқ. Мектеп кітабын, сол Атамұра және мектеп баспасын жақсы игерсеңіздер болды. Сол тек 20-шы сұрақ қана хрестоматиядан келеді. Ол 20-шы сұрақтың өзін егер ерінбей мәтін сұрақты оқып шықсаңыздар, оның дұрыс жауабын тауып алуға болады. Хорезм-Шах Мұхаммед Шайбани туралы. Бұрын қазіргі Орта Азия, Өзбекстан, Түркменстан аймағында Хорезм-Шах деген үлкен ел болған. Ол Хорезм-Шах мемлекеті парсы тектес халықтар құрған ел. Сол Хорезм-Шах мемлекетінің соңғы билеушісі Мұхаммед. Сол екінші Мұхаммед деп айтылады, оны Шыңғыс хан әскерлері өлтірген. Сөйтіп Хорезм-Шах мемлекеті тарихта жойылған. Ол 13-ші ғасырда жойылды. Хорезм-Шах елі жалпы 10-ші ғасырда құрылды, 13-ші ғасырда жойылды. 3 ғасыр ғана өмір сүрген. Шайбаниға келетін болсақ, Шайбани деген ол кәдімгі Жошы ханның 5-ші баласы. Жошы ханның 5 баласы бар, мен атап айтатын болсам, ол ең біріншісі Орда Ежен, ол екіншісі Бати, үшіншісі Берке хан, сосын Тоқа Темір, сосын 5-шісі Шайбани. Өзбектердің ханы Әбілхайыр осы Шайбанидан туылған, ал қазақтың хандары Керей Жәнібек Жошының үлкен баласы Орда Еженнен тараған. Жалпы екі жақтың, қазақтың да өзбектің де хандары Шыңғыс ханның ұрпақтарынан. Тек ол заманда Шыңғыс ханның ұрпақтары ғана хан бола алады. Тапсырылған тесттерде дұрыс жауаптармен жаттаған дұрыс па, әлде ескі бағдарламамен, немесе жаңа бағдарламамен ең басынан бастап оқыған дұрыс па? Тапсырылған тесттерде дұрыс жауаптармен жаттасаңыз, көбірек сол дұрыстау. Өйткені тест ол практика. Өзіңіз іс жүзінде практика бойынша тест жасасаңыз, сол көбірек есте қалады. Тест көбірек талдап, кейін бір нұсқа, басқа да жаңа нұсқалар тест тапсырған кезде өзіңіздің балыңыздың көтерілгенін байқайсыз. Өйткені жаттаған нұсқаларыңыздан араласып тесттер келеді. Сөйтіп сіз өзіңіз-ақ тарихқа деген ықыласыңыз оянып кетеді. Көп жинаған сайын адам ықыласы ояна бастайды. Орынбор қаласында кіші қазан төңкерісінің бұл себептері дейді. Кіші қазан төңкерісі Орынбор қаласында емес, жалпы қазақ жерінде толық қамтыды. Бұл жерде кіші қазан төңкерісі туралы айтып кететін болсам, оны Голошекиннің саясатының аты солай. Өйткені қазан төңкерісінде Кеңес одағы жеңіске жеткен еді. 1917 жыл қазан төңкерісінде ең алғаш Қазақстанның жеріне Қызылорда қаласы, Перовск қаласынан бастап кеңестердің билігі орнады. Сөйтіп 1918-ге дейін бір жылдың ішінде орнатып бітірді. Демек 1918-ден бастап Қазақстанның жері толықтай кеңес өкіметінің қолына өтеді. Сол енді Голошекин кіші қазан деген идеяны қайдан шығарды? Ол қазақ жеріне 1925 жылы бірінші хатшы болып келді билікке Сталиннің тағайындауымен. Сөйтіп Голошекин қазақ жеріндегі көптеген мал мүліктерді көрді, бай халықтарды көрді, көшпенді халықтарды көрді. Бұлардың артық мал мүліктерін тәркілеп, отырықшыландыру саясатын жүргізбекші болды. Сөйтіп бұл кеңес үкіметінің заңдары қазақтың ауылдарына әлі жетіп үлгермеген екен. Сол үшін біз қазақ ауылдарына да бір кіші қазан төңкерісі сияқты бір жүйе құрып, ол жерге де қазан төңкерісінің, қазан кеңес үкіметінің заңдарын толығырақ орнату керек деп кіші қазан деген идеяны ойлап табады. Ол қазақ ауылдарына кеңестің билігін тереңірек орнату үшін жасалған жаңағы идеяны айтады. Қазақстан тарихынан көбінесе ғасырлар келе ме? Әрине ғасырлар да келеді. Мысалы, Берел кезеңінің хронологиясы біздің заманымыздан бұрын 5-4, сосын Ұйғарақ Түгіскен кесенесінің салынған уақыты біздің заманымыздан бұрын 8-5 ғасыр келеді әрине. Сосын КСРО жайында 1950-86 жылдары аралығында негізгі оқиғаларды айтып кетсеңіз, КСРО жайында 1954-59 жылдары қазақ жерінде тыңайған жерде игеру бағдарламасы жүргізілді. Сосын 1957 жылы КСРО жерінде тұңғыш рет космодром, Байқоңыр космодромы ашылды. 1957 жылы тұңғыш жасанды жер серігі ұшырылды Байқоңырдан, Қызылорда облысы.
сөйтіп 1961 жылы КСРО-ның азаматы тұңғыш Юрий Гагарин әлем бойынша тұңғыш ғарышқа ұшқан адам. Сөйтіп 1979-1989 жылдары Ауғанстанмен соғысты 10 жыл бойы. Одан бөлек 1979 жылы қазақ жерінде КСРО немістердің көп болуына байланысты Қазақстанның Целиноград, қазіргі Ақмола облысы Целиноград жерінде неміс автономиясын құрамыз деп бір шу шығарды. Оған қазақтар неміс автономиясын құрмаймыз, қазақ жерінде неміс мемлекетіне жол жоқ деп ұрандатып көтерілістер болды. Осындай КСРО кезіндегі ірі оқиғалар айтсақ әрине көп кете береді, бірақ уақытымыз тығыздау. Сіз үшін Қазақстан тарихында оты тапсырар кезде қандай қиындықтар кездесті? Аса ешқандай қиындық кездескен жоқ. Мен көбінесе бірінші тестпен дайындалдым. Одан кейін барып кітаптарды, сол тестте таппаған сұрақтарымды кітаптардан көрдім. Мен де ауылдың баласы болғандықтан ол жерде интернет анау-мынау болмады. Сол үшін интернеттен іздеп табылмағаннан кейін мен кітаптан іздеуге мәжбүр болдым. Кітаптан іздеп жүріп көптеген ақпараттарға көзіме түсті. Керек ақпараттарды блокнотыма жазып алып отырдым. Астын қызыл ручкамен сызып қойып отырдым. Осылай жаттап, оңай жаттап алдым. Қазақ зиялыларының туылған, қайтыс болған жылдары, не олардың өмір жолдары тестте келеді ме? Қазақ зиялыларының туған өлген жылдары келген сұрақ Міржақып Дулатовты сұрағанын көргем. 1885-1935 деп келеді. Қалған қазақ зиялысының туған өлген жылын көрмедім. Оның туылған, қайтыс болған жылдарын көп сұрамайды. Сосын Кеңес одағында болған көтерілістер мақсат себептерін айтып түсіндіріңізші дейді. Кеңес одағының кезінде 1958 жылы Теміртау қаласында бір көтеріліс болды. Халықтың экономикалық жағдайы нашар. 1958-де Теміртауда үлкен металлургиялық зауыт ашылған. Олардың айлығы төмен болды және тұрғын үймен қамтамасыз ету әлсіз болды. Сөйтіп халық өзінің жағдайын айтып, мемлекеттен дұрыс жағдай жасап беруін талап етіп, митингке шығады. Сосын 1979 жылдарда Қазақстан жерінде Целиноград аймағында неміс автономиясын құруға қарсылық туралы көтерілістер шығады. Одан кейін 1986 жылы желтоқсан оқиғасы болады. Қазақстанда Дінмұхамед Қонаев атамызды биліктен алып тастап, себепсіз оның орнына Колбинді тағайындауы бұл қазақ студенттердің, қазақ жастарының көтерілуіне алып келеді. Олардың талабы қазақ жерін неге қазақ басқармасқа деген талап. Одан кейін 1989 жылы Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласында, сосын 1989 жыл, дәл сол жылы Қарағанды облысында шілде айында тағы да бір көтеріліс болады. Ол Қарағандыдағы көтерілістің басты себептері 1989 жылы Семей ядролық полигонын жабу. Өйткені Қарағанды мен Семей бір-біріне жақын облыстар. Ол Семей полигонын жабу үшін қазақ жерінде арнайы Невада Семей деген партия құрылады. Оның негізін қалаған Олжас Сүлейменов. Бұл тестте келеді. Қазақ жерінде Невада Семей партиясы құрылған жыл 1989. Жалпы қазақ жерінде Семей полигоны 40 жыл жұмыс істеген. 1949-1989. Осы аралықта 456 рет атом бомбасы жарылған. Соның зардабы күні бүгінге дейін тартып келе жатырмыз, өкінішке орай. Бұл ядролық қару. Ядролық қарудан Қазақстан 1993 жылы толығымен бас тартқан. Рахмет сұрақтарыңызға, белсенді болып қатысқандарыңызға рахмет. Бәрінен де менің көңілімді көтерген нәрсе осы сіздердің белсенділіктеріңіз. Рахмет.